Сәлем достар, дәл қазіргі кезде әлемдегі ең бай адам ретінде өзінің 112 миллиард доллар байлығымен Джефф Безос тұр. Оны оған қоса әйгілі Amazon компаниясының басшысы ретінде танимыз. Кез келген адам мүмкін көпшілігі осы бір Джефф Безос сияқты бай болғысы келетін болар. Тіпті кейбір бизнес бастаулар оқып, әртүрлі курстарға жазылып, бай болудың сырын ізденуде. Бірақ білесіз бе, бұл жай ғана миллиардтар. Сіз триллионер атана аласыз, теңгемен емес доллармен. Бірақ ондай нәтижеге жету үшін әрине біршама тер төгуге тура келеді. Жарайды, қалай екен айтайын, бұл астероидтарды игеру. Аспандағы астероидтар планетамызда жоқ, сирек металдарды сақтайтынын білетін шығарсыздар. Егер осы бір астероидтарды дұрыс игере білсе, кішкентай тастарынан да адам сенгісіз пайда табуға болады. Бұл туралы әлемдегі ең ақылды адамдардың бірі Нил Деграсс Тайсонда айтқан болатын. The first trillionaire will ever be is the person who mines asteroids for their natural resources. Ендігі кезекте барынша қарастырып көрелік. Астероидтар қай жерде? Ол әрине Марс пен Юпитер арасындағы астероидтар белдеуі мен Нептунның арғы жағындағы Койпер белдеуінде. Бізге жақын астероидтар белдеуін алып көрелік. Мұндағы астероидтардың санын санап бітіру мүмкін емес. Мүмкін миллиондаған астероид бар болар. Ал ғалымдар осы астероидтарды орташалап алсақ 700 квинтиллион доллар байлық бар деп болжайды. 700 квинтиллион ол 700-ден кейінгі 18-0 және теңге емес доллармен. Әрине мұның бәрін игеру мүмкін емес болар. Бұл астероидтар планетамызда қымбат деп саналатын алтын, күміс сияқты металдарға бай. Тіпті платина деп аталатын жерде өте сирек кездесетін металдардан тұратын астероидтарды табуға болады. Олар тіпті алтыннан бірнеше есеге қымбат. Қарапайым мысал ретінде Ryugu 162173 астероидын алайық. Диаметрі шамамен километр болатын бұл астероидтағы байлық 83 миллиард долларға бағаланып отыр. Бұндай ақшаға қаншама мектеп, қаншама аурухана салуға болады. Марс пен Юпитер арасындағы әрбір диаметрі 30-50 метр болатын астероид 25-50 миллион долларға бағаланады. Бұл дегеніңіз, егер алсаңыз, демде әлемнің ең бай адамдарының біріне айнала аласыз. Оған қоса мұндағы кейбір астероидтар планетамызда мыңдаған жылдарға металмен қамтамасыз ете алар еді. Солардың бірі Psyche 16 деп аталатын астероид. Бұл ең ірі астероидтардың бірі және оған қоса біздің планетамызға миллиондаған жылдар бойы никель темірмен қамтамасыз ете алар еді. Егер осыларды игере алатын корпорациялар ашылса, бұл шынымен де пайда көзі болар еді. Бірақ оған жетік технологиялар қажет. Жапондардың өзі бағана айтып кеткен Ryugu 162173 деп аталатын астероидқа сканерлерді жіберіп, нәтижелерді 2020 жылы ғана ала алатынын мәлімдеді. Дегенмен игере білген адам үшін бұл байлықтың көзі болмақ. Айта кетейік, бұл астероидтарды игеру заңды, яғни ешқандай заңмен қудаланбайды. Сізді абақтыға жабу немесе азаматтық кодекс бұздыңыз деп айыппұл салмайды. Сондықтан мүмкін осы видеоны қарап отырған сіз де астероидтарды игеріп бай болып кетерсіз. Ал біздің видеомыз соңына жетті. Егер қызықты видеолардың арасы ұзақ болмасын десеңіз, видеоны лайкпен қолдай отырыңыздар. Арнада бірінші болсаңыз тіркеле кетуді ұмытпаңыз.